Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз Қобыланды батыр жырын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Қазақ әдебиеті кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Тақырып Қобыланды батыр жыры, жыршы деп аталады. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Яғни бүгінгі сабағымызда шығарма үзінділерімен жұмыс жасайтын боламыз. Шығармадағы, жырдағы кейіпкерлер бейнесін еске түсіру үшін видеоматериалға назар аударайық. Қобыланды батыр қазақ фольклорының аса бір көркем, кемелді көлемді мұрасы. Бұл эпос қазақ халқының бас батыр ретінде бағалануға лайықты Қобыландының ерлікке толы ғұмыры мен оның ешқашан жеңілмейтін асқақ тұлғасын сомдаған жыр. Қобыланды елдің еркіндігі мен ертең үшін қасықтай ғаны қалған шайқасуға қашанда дайын, сөз мен іс-әрекетін бір мақсатқа тоғыстырған мәрт мінезді кесек тұлға. Оның кемел кісілігі отбасындағы қарт ата-анасына, сүйікті жарына, жалғыз қарындасы қарлығашқа, дос жарандарына деген қамқор сезімінен бастау алады. Қазақ батыры эпикалық кейіпкерге қажетті барша қасиеттерге ие. Халық басына қауіп төнгенде қабағынан қар жауған, кірпігіне мұз қатқан, бұрқанған, бұрсанған, мұздай темір құрсанған Қобыланды батыр досына кешірімді болса да жауына аса қатал. Қобыландының жары құртқа, ажарына ақылы сай ару. Құртқа батырдың әрі досы, әрі ақылшысы, тайбурылдай тұлпарды баптап өсірген адал жар. Қарлыға батырлық асқан Қобыландымен бірдей дәрежеде ерлік көрсеткен батыл қыз. Жырда Қобыландының анасы аналықтың, қарындасы Қарлығаштың образы да тартымды сипатталған. Сонымен бірге әкесі Тоқтарбай, Естеміс, Көктім, Аймаққан, Көбіктің образдары өзіндік типте ерекше бейнеленген. Жырдағы Қараман жау батыры айлалы, алып күштің иесі. Жырдың ең көлемді мазмұны тайбурыл тұлпарға арналған. Қобыландының жауға шапқан мінетін тұлпары ғана емес, қиналған сәтте дем берер айнымас серігі. Жырдың мазмұнын, тапсырмаларды одан әрі орындау үшін сіздер кітаптарыңыздағы жырдың бөліктерін қайталап түгелдей оқып шығыңыздар. Видеоматериалмен танысып болған болсақ, сіздерге бірінші тапсырма: жырдан қажетті шумақтарды тауып дәптерлеріңізге жазыңыздар. Яғни сіздерге сұрақтар беріліп тұр. Құртқа тайбурылды батырға лайықты тұлпар болу үшін қалай баптады? Не себепті тайбурылдың 43 күндік кемдігі болды? 43 күндік кемдік тайбурылға бөгет болды ма? Мінекей осы сұрақтарға жауапты сіздер жырдан алынған үзінділер арқылы жазасыздар. Яғни сол үзінділер арқылы дәлелдейсіздер. Бұл тапсырманың дескрипторы сұрақ жауабына сәйкес келетін үзіндіні анықтайды. Әр үзіндіні жеке-жеке жазады. Әрбір сұраққа тапқан дұрыс үзіндіңіз үшін 2 балл беріледі, барлығы 6 балды құрайды. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға назар аударайық. Сіздерге мынадай үзінді беріліп тұр. Үзіндіге назар аударыңыздар. Бұл үзіндіні қай кейіпкер кімге айтқан? Не себепті айтқан? Мұғалімге мәнеріне келтіріп айтып беріңіздер. Яғни осы сұрақтарға жауапты және үзіндіні мәнерлеп жатқа айтуды мұғалімге жолдаңыздар. Әуелі Құдай алмасын, алдартымды шалмасын, тілімді алса сұлтаным бұл сапарға бармасын, бұл олжадан алмасын, көп жылады дегейсің, үйдегі нашар жолдасың. Сұлтаныма сәлемде, тілімді алса бармасын, біз байлаған борылда 43 күндік кемдік бар. Мінекей бұл үзінді қай кейіпкердің сөзі? Және не себепті? Кімге айтқан бұл үзіндіні? Бұл тапсырманың дескрипторы. Балалар, дескриптор дегеніміз осы тапсырманың орындалу баспалдағы, яғни жолдары. Бұл тапсырманы орындауда сіздер не істеу керек екендеріңізге жауап бола алады. Дескриптор бірінші үзіндінің қай кейіпкер сөз екенін анықтайды.
яғни қай кейіпкердің сөзі екенін анықтау керексіздер. Екіншісі, кімге, не себепті айтқанын дәлелдейді. Үшіншісі, үзіндіні жатқа айтады. Төртіншісі, үзіндіні мәнерлеп айтуда орфоэпия заңдылықтарын сақтайды. Яғни бұл жерде тек қана айту емес, мәнеріне, нақышына келтіріп айту. Яғни осы 4 дескриптордың әрқайсысына 1 балдан берілгенде барлығы 4 балды құрайды. Балалар, тапсырмаларды орындап болсақ, бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Қай тапсырманы орындауда сізге қиынырақ болды?